Сәлем құрметті оқырман, бүгінгі біздің сабағымыз мінекей суретте көріп отырғандарыңыздай тағы да осы классика кірпік жабыстыру саласы бойынша біз бүгін сабағымызды өтетін боламыз. Яғни классикада біз қалайша кірпіктің направленияларын аламыз. Мінекей бізде кірпіктер әр түрлі бағытта өсуі мүмкін. Яғни сіз білмейсіз, мысалы клиент сізге келген кезде кірпіктері мысалға біреуі оңға, біреуі солға қарап тұратын клиенттер болады. Кірпігі өте қалың, қысып тұратын адамдар да болады. Яғни сіз оларды мінекей сол жағындағы суреттегіндей қылдырып, әдемі етіп жабыстыруыңыз керек. Яғни ол үшін сізге не керек? Яғни кірпікті модельдеу, кірпіктің бағытын таңдай алуыңыз қажет. Яғни өстіп қиғашынан тұрған кірпікті сіз міне суретте сызып көрсеткендей түзу қылып жабыстыруыңыз қажет. Себебі клиент көзін ашқан кезде сізге енді сол кірпікті әдемілеу үшін келіп тұрған клиент әдемі көріністі көруі қажет. Бүгінгі сабақта біздің өтетініміз осы бағыт бойынша. Яғни классика кірпік жабыстыру, қол жаттықтыру және моделирование. Ең бірінші мінекей бізде кірпіктер ең шетінен немесе алдынан басталады. Бірінші біз кірпікті ойша бөліп аламыз. Яғни кірпіктің шет жағы, ортасы адамның көзінің мінекей. Одан кейін алдыңғы жағы болып бөлінеді бізде. Яғни ол дегеніміз не? Біз шет жағына жабыстырған кезде, көзді ашқан кезде әдемі көрініп тұру үшін кірпіктің жабыстыру градусын таңдаймыз. Міне мен сіздерге кірпікті, көзді 3 бөлікке бөліп көрсеттім. Яғни алдыңғы бөлік, ортаңғы бөлік және шеткі бөлік болып табылады. Енді біз алдыңғы бөлікті ең бірінші біз шетінен бастаған кезде, яғни шетіндегі кірпікті былай қарап тұратындай, яғни көздің алдына қарап тұратындай 30-45 градусқа сәл бұрып жабыстыратын боламыз. Себебі клиент көзін ашқан кезде ол кірпік жайқалып әдемі болып көрініп тұру керек. Егер біз ол кірпіктің направлениясын, яғни бағытын дұрыс таңдамайтын болсақ, ол кері қарап қалады. Көздің алдына қарай керісінше көздің аяқ жағына қаратып жабыстыратын боламыз. Себебі егер де былайына қисық жабыстырып қоятын болсақ, кірпікті теріс қаратып, ондай болса, теріс қарап тұратын болса, клиенттің көзіне кіреді, немесе көзін ашқан мезетте ол керісінше қарап қалатын болады. Бір өзі басқа жаққа қарап тұрады. Ал енді кірпіктің ортасын біз түзу жабыстырамыз. Көзді ашқан кезде адам түзу қарайды ғой, сондықтан да біз ол жерде түзу жабыстырамыз. Ал көздің сыртқы жағы мен ішкі жағын 45 градусқа дейін бұрып жабыстыратын боламыз. Түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, онда сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мінекей сол жақтағы суретте немесе ең бірінші суретте жабыстырылған күйінше тұр. Ол жерде анық көрсетіліп тұр, кірпіктер қалай симметрично жақсы жабысқан екендігі. Енді біздегі келесі мәселе қалай? Мен сіздерге енді клейменен жұмыс жасап көрсететін боламын. Яғни бұл жерде бізде классика кірпікті көрсетеміз дедік. Классика кірпікті қалай қолымызды тез жаттықтырамыз, соған байланысты бүгінгі жаттығу. Клейімізді құйып аламыз, яғни классикаға арналған кірпігімізді аламыз. Ең толсты, яғни жуан кірпігімізді, сол бір тал кірпік, яғни классика дегеніміз сіздің бір кірпігіңізге бір искусственный, яғни жасанды кірпік жабыстыру деген сөз. Осы жасанды кірпігімізді жабыстырамыздағы осы көздерді міндетті түрде жаңағы принтерден шығарып алыңыздардағы өстіп қолдарыңызды жаттықтырыңыздар. Түзу жабысатындай етіп. Бұл жерде клей бізде жылдам кебетін клей болғандықтан тез кез келген жерге қағазға болсын, мақтаға болсын жабысып қалатын болады. Осылайынша біз кірпіктерді түгелменен көзге жабыстырып шығыңыздар өздеріңіз. Әдемілеп жабыстырып шықсаңыздар, қолдарыңыз тез жаттығатын болады. Міне сіздерге жақындатып көрсетейін. Жақыннан қараған кезде мінекей осылайынан көрініп тұр. Көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге. Осылайынан
шетінен бүкіл көздің жаңағы мен көрсеткен 45 градусқа бұрып ортаңғы бөлігіне түзуінен қып жабыстырып үйреніңіздер. Сол кезде сіздердің қолдарыңыз тез жаттығады. Енді мен сіздерге өткен сабақта көрсеткендей осы келесі ватный дискқа жабыстырып көрсететін боламын. Не қазір кірпікті аламыз, ватный дискімізді аламыз. Бірақ бұл жердегі ең маңызды нәрсе айналдыра сіздер жабыстырып, бір күнде 2-3 ватный дискқа жабыстырып үйреніңіздер. Клейді көп алмаймыз. Бізде көбінесе қыздар мысалға курс оқыған кезде осы клейді көп алады. Көп алуға болмайды. Себебі ол клейді қаншалықты сіз көп аласыз, соншалықты ол өте ыңғайсыз жағдайға клиент душар болады. Ол көзіне батады, өткен жолғы сабақта айтқандай. Ол дегеннің қатты болып тұрады, доп-домалақ клейдің іздері қалып тұрады деген сияқты көптеген клиентке дискомфорт туғызатын болады. Міне өсті ватный дискқа жабыстырып шығыңыздар. Айналдыра жабыстырасыздар. Түгел. Міне қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай клейді өте аз аласыздар. Көрдіңіздер ме? Клей білінбеу керек. Кірпік өздігіне жабысып тұрған сияқты болуы керек.